Сәлем достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге керемет пицца рецептісін ұсынамын. Үй жағдайында ингредиенттері өте оңай, үйде бар нәрсе емес дедім. Қамырына жылы су, дрожж, тұз, шамалы қант қосып араластырдым. Және сұйық май қостым. Оны қосып жақсылап араластырдым. Үстіне тағы ұн қостым. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығу керек, жып-жылы, өте жұмсақ болып. Оны көп қосып жібермеңіздер, қыздар. Мен қазір осы видеоның астына описанияда точный ингредиенттерін барлығын қалдырамын, грамм бойынша. Сонымен жасаңыздар, сізде шығады деген ойдамын. Қамыр осындай өте жұмсақ болып шығады. Сізге экраннан көрініп тұрған шығар жұмсақтығы. Міне қамырымыз дайын болды. Бетін жауып, 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қойдым. Қамырымыз көтерілгенше колбасамызды тураймыз. Мен бір колбасаны 4-ке бөлдім, домақ колбасаны солай турап шықтым. Және сыр. Сыр менде моцарелла сыры. Қазір сыртын көрсетем қайсы екен. Пиццаға өте ыңғайлы, өте дәмді сыр. Сырды осылай теркадан өткізіп аламыз. Осы сыр. 1,5 сағат өтті, пиццамыз көтерілді. Табамыз айдап қоямыз майлап. Қамырымыз өте жұмсақ, пышын алды. Мен 2 пицца жасаймын балаларға, 2-ке бөлдім бір қамырды. Табамызды салып, созамыз. Қамырын өзі жұмсақ, қыздар. Жақсылап созыңыздар. Менің қамырымыз формам сантиметр, 28 сантиметр өдем шатыспасам. Қамырымызды жақсылап созып аламыз. Үстіне майонез және кетчуп сеуіп, қамырын үстіне жапып шығамыз. Басқа соустар қолдансаңыздар болады, маған ыңғайлысы қарапайымы осы. Тегістеп жапып шығамыз бетіне. Сыр себебіз бір жасына. Үстіне колбаса қоямыз. Помидор, саңырауқұлақ, өздеріңізден алған заттарды қоссаңыздар болады. Менің балаларым ондай нәрсе жемегендіктен мен тек қана сыр мен колбаса ғана қоямын. Ал қамырымыз дайын болып, пешке 180 градус қызып тұрған пешке 30 минутқа саламыз. Пиццамыз дайын болды. Жұмсақ, дәмді өте керемет. Мен балаларым бірден жеп қойды, сразу айтамын, екеуі кішкентай болса да, 2 пицца істедім, екеуінен де түк қалған жоқ. Мені қамыр сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің парақшама тіркелуді, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған айман, рахмет. Ас болсын.